Осы негізгі медресенің табысы осы бидаймен. Сол балдардың ішімі, жемі, айлығы, газына жұмсалатын дүние. Біз бидайды орып жиып алғаннан кейін бидайды үшке бөлеміз. Бір бөлегі құрылысқа, бір бөлегі балдардың ішіп жеміне, бір бөлегіне малап қоямыз. Сол жеріміз бар, осы жерде біздің 7000 гектар жеріміз бар. Әлхамдулилла, егемен ел болғаннан кейін қайда Алла тағаланың мархаметі, басқа елде жоқ мүмкіндік біздің елде бар. Бірақ бұл бидайды біз 1,5 гектар еккенбіз. Қазір орақтың үстіндеміз. Науқан жүріп жатыр. Бірақ бұл бидай өте қиын. Жауын болмаса, болмай қалса, ол адам екінші жыл бидай еге алмайды. Қазір комбайлар ең арзан 10 мың болмаса 12 мыңнан гектарын ұрып жатыр. Демек, біле беріңіз, 1,5 гектар жерді қаншаға орады? Сол 20 миллионның аяқпайына болып қалады. Бұл өте бір диқандарға ауыр бір жағдай. Осы